Ерлі зайыптылардың ажырасу кезінде мүлікті бөлім. Сізбен бірге адвокат Таир Насханов. Видеоға лайк қойып, каналыма жазылып, көп пайдалы заң мәліметті ала аласыз. Ерлі зайыпты ажырасқанда мүліктері қалай бөлінеді? Ал ипотека немесе балалары болса ше? Бұл туралы бүгін бұл видеода қарастыратын боламыз. Қазақстан Республикасы неке және отбасы туралы кодекстің 38 бабына сәйкес ерлі зайыптының ортақ мүлкін бөлу және осы мүліктегі үлестерін бөлу кезінде әрқайсының үлесі тең деп танылады. Демек, осы күнге дейін жинағандары оларға ортақ. Бұл жерде үйде кімнің табыскер екеніне қарамайды. Отбасылық өмір кезінде үй шаруасымен, бала тәрбиесімен айналысып немесе басқа да себептермен жұмыс істемеген жан болса да, мүлік ортақ. Егер пәтер жолдасыңыздың жеке меншігі болмаса, ажырасқан соң баспанасыз қаламын деп үйреленуіңізге негізі жоқ. Некені бұзу кезінде мүлік бөлінген жағдайда баж талап арыз сомасын 1% құрайды. Кодекстің дәл сол 33 бабына сәйкес неке кезінде ерлі зайыптылар жинаған ортақ мүлікке мыналар жатады. Ерлі зайыптылардың әрқайсының кез келген еңбек табыстары, алған зейнетақылар, жәрдемақылар, зейнеткерлік жинақтаулар, сондай-ақ арнайы мақсатты тағайындалу жоқ өзге де ақшалай төлемдер. Ерлі зайыптылардың ортақ табыстары есебінен алынған жылжымалы және жылжымайтын мүлік, құнды қағаздар, пай, салымдар, несие ұйымдарына немесе өзге ұйымдарына енгізілген капиталдағы үлестер. Неке кезінде ерлі зайыптылар жинаған кез келген басқа мүлік. Қандай жағдайда ортақ мүлік, ортақ қарызда теңдей бөлінеді? Мысалы, егер пәтер ипотекада болып, ол ерлі зайыптының ортақ мүлкі саналса, ажырасқан соң екеуі тең үлеске ие болу керек. Ипотеканы да дәл солай екеуі бірдей төлеу қажет. Төлеу мерзімі аяқталған соң, мүлік ортақ шешім бойынша сатылып, ол ақша тең бөлінуі тиіс. Егер жылжымайтын мүлік некеге отырғанға дейін сатып алынса, сыйға алынса немесе мұраға қалса, ол жеке болып табылады және оған үлкен сомадағы ортақ ақша инвестицияланса ғана бөлуге жатады. Жөндеуге, қайта құруға және тағы басқалар. Толығырақ айтсақ, неке және отбасы туралы заңның 35 бабына сәйкес ерлі зайыптының жеке меншігіне мыналар жатады. Некеге отыруға дейін ерлі зайыптының әрқайсысына тиесілі болған мүлік, ерлі зайыптының некеде тұрған кезеңде мұрагерлік тәртібімен немесе сыйға алған мүлік, некеде тұрған кезеңде ерлі зайыптының ортақ қаражаты есебінен сатып алынса да, қымбат заттар мен басқа да сән салтанат заттарын қоспағанда жеке пайдаланатын заттар, киім-кешек, аяқ киім және басқалар. Некенің іс жүзінде тоқтатылуына байланысты бөлек тұрған кезінде ерлі зайыптының әрқайсы жинаған мүлік. Сот мұның барлығын әрқайсының меншігі деп таниды. Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының қазіргі заңнамасына ата-анасы ажырасқан кезде баланың үлесін реттейтін нормалар жоқ. Заңда ол мәселе туралы қарастырылмаған. Мысалы, ажырасып жатқан ерлі зайыптының бір баласы болса, ол оған ешқандай басымдық бермейді. Яғни, пәтердің үлесі екі адамға беріледі. Кейбір жағдайларда отбасында екі немесе одан да көп бала болса, және сот мұны ескеретін болса, ол әйелдің жағдайын түсініп,
балалардың әрі қарай онымен тұратынын ескерсе, әйелдің үлесі көбейтіледі. Бірақ балалар ескерілмесе, пәтер 50-50-ге бөлінеді. Заңда көрсетілгені тек осы. Яғни судья балаларды ескеру қажет деп санаса, ол әйелінің үлесін көбейтіп, сәйкес шешім шығарады. Бірақ мұндай шешімдер өте сирек. Қайсы бір шаңырақ көтерген ерлі зайыптылар болмасын, алдымен үй алуды, өздеріне ыңғайлы жағдай жасауды ойлайды. Табыста ортақ жиналған қаражатты жұмсайды да екеуі бірге жүзеге асырады. Бірақ жұбайлардың дәм тұздары жараспай, жолдары екіге айрылғанда мүлікті бөлісу де өз алдына қиындық тудыратын сөзсіз. Десек те, ажырасып мүлікті бөлудің жолын емес, екеуіңіз бірге сатып алған үйде тату, әрі бақытты тұрудың жолын іздегеніңіз абзал. Сізбен бірге Таир Насханов адвокаты болды. Видеоға лайк қойып, каналыма жазылыңыз.